Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі тойымды, витаминге толы жылқының етінен осындай борщ тағамын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен мен қазанға осылай жылқының етін алдын ала 3-4 сағат пісіріп алдым. Бір жуа қостым. Сол кезде дәмі өте тәтті болып тұрады. Әрі қарай салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін осындай балғын көкөністерді жақсылап тұрып турап алатын боламын. Ең бірінші капустаны осылай солонка тәрізді етіп турап аламын. Осылай турап болғаннан кейін әрі қарай картошканы да осылай видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта турап алдым. Қызылшаны да осылай пышақтың көмегімен солонка етіп майдалап турап алдым. Немесе пышақтың орнына терканы да пайдалансаңыздар болады. Сәбізді де осылай теркадан өткізіп алдым. Барлық қосатын көкөністердің балғын болуы өте маңызды. Сол кезде сорпаға өте ерекше тәтті дәм беріп тұрады. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. 4-5 сағат бойы баяу отта піскен етті енді сорпасын сүзіп, ішіндегі дәм беру үшін қосқан осындай болгарский перец және де жуан барлығын алып, сорпаны бір қайтара сүзіп алатын боламын. Етті пісірген кезде баяу отта 4-5 сағатқа қойып пісірсеңіз, етіңіз өте дәмді әрі бір қалыпты жып-жұмсақ болып пісетін болады. Осылай сорпасын сүзіп алдым. Енді оның үстіне дәм беру үшін біраз қасық томатный паста және де лавр жапырағын қосып, ол міндетті емес, және де жаңа туралған балғын көкөністердің барлығын біртіндеп салып шығатын боламын. Ең бірінші капустаны, оның үстіне картошканы және де қызылшаны салып, барлығын қатты отта 5 минут қайнатып аламын. Осылай 5 минут бойы қатты отта қайнағаннан кейін үпіштен өткізілген, яғни сәбізді салатын боламын. Сәбізді барлығын салып, тағы да 15 минут жақсылап баяу отта қайнатамын. Осы аралықта алдын ала еттерді осылай
қосақ қылып турап алдым. Толық пісіріп алғаннан кейін соңына қарай туралған еттерді үстіне қосып, жақсылап тұрып араластырып, осылай ыдысқа құйып ұсындым. Қараңыздар, өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз.